Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам тағы бір хадисінде айтады: «Ала инна дуния мал'уна, мал'унун ма фиха илля зикруллахи ва мавалах». Бұл дүние сондай бір, яғни лағнатталған дүние дейді. Неге? Өйткені бұл дүниеде сондай бір күнәлар, ауыр қылмыстар істелінеді. Ол дегеніміз жалпы дүниені тастап қою керек, бұл дүниеден баз кешу керек деген әлбетте мағына емес. Өйткені дініміз бұл дүниенің өзін Құранда Алла субханаху ва тағала айтқандай «Уастамаракум фиха» дейді. «Уастамаракум фиха» жерде Алла тағала бізді не үшін жаратты, жерге не үшін түсірді? Истиамар деген сөздің мағынасы талабул аймран дейді. Яғни осы өмірді гүлдендіру үшін, өмірді дамыту үшін Алла субханаху ва тағала мұсылмандарды бұл жер бетіне жіберді. Сол үшін де мысалы мұсылманның айға ұшуы, жердің астындағы, жердің қойнауындағы нәрселерді табуы, бұл дүниені дамытуы, бұның барлығы сол Құранда Алла тағала айтқан «Уастамаракум фиха» дегенге кіреді, және ол мұсылманның бір міндеті болып табылады. Осыны дұрыс түсінген біздің алдыңғы буын мұсылмандар барлық нәрседе қарап отыратын болсақ, көштің басында болған. Медицина жағында болсын, басқа физика, химия, түрлі мәселелерде, тіпті бағана қазір музейлерде Европа елдерінің патшаларының хаттары сақтаулы тұр. Менің баламды немесе менің қызымды өздеріңіздің оқу орындарыңызға қабылдасаңыздар, сіздерде сол бағана медицинаны үйренсе, сіздерде сол бағана физиканы үйренсе, химияны үйренсе деген секілді. Осындай өтініштері әліге дейін музейлерде сақталып тұр. Мұсылмандардың арасынан сол салаларда қайда дамып кеткен үлкен ғұламалар шыққан. Не? Өйткені мұсылман адам оны да өзінің бір құлшылығы Алла тағаланың алдындағы міндеті деп біледі. Жалпы Құрандағы аяттарды қарайтын болсақ, хадистерді қарайтын болсақ, ондай бір дүниені дамытуға қарсы болатын ешқандай аят, хадис жоқ. Бізде ғылым саласында адамдарға еркіндік берілген, жер домалақ деген үшін мұсылмандар ешкімді өртеген жоқ. Европа кезінде жер домалақ деген үшін, жер күнді айналады деген үшін еретик деп, бидағатшы деп өртеді ғой кейбір адамдарды. Мұсылмандардың арасында ондай проблема болған жоқ. Керісінше Алла субханаху ва тағала мысалы жай ғана көлік мәселесіне қатысты Алла тағала сендерге қашырды жаратып берді, жылқыны жаратты, есекті жаратты. Не үшін? Литаркабуха, оны мінулерің үшін, және сендерге бір әшекей етіп жаратып берді деді. Егер ғұламаларымыз айтады, аят осымен біткенде, ол Алла тағаланың кәләмі болмас еді деді. Неге? Өйткені оның барлығы қазір қарап отыратын болсақ, өткен шақтың сондай бір дүниесі болып қалды. Адамдар қазір атқа мініп, атты көлік ретінде пайдаланбайды, есекке мініп жүрмейді, тек қана бір ауыл жерлерде шаруашылығына керек мәселелерде болмаса, тіпті көп жерлерде, мысалы мынау Түркия еліне баратын болсаңыз, Түркияда жабайы жылқы бар. Енді олар біз сияқты жылқының етін жемейді. Сол себепті жабайы жылқылар бар. Қайдан пайда болған деп сұрасақ айтады, 20 ғасырдың басында адамдар оны егінге пайдаланған еді. Бірақ трактор шықты, анау шықты, мынау шықты, сонымен жылқыға мұқтаждық қалмаған кезде олар оны жемейді. Жемегеннен кейін не қылған? Босатып жіберген. Біз сияқты оны байлап арқары соңында соғым қылып, бағанағы қыста жеп шықпайды. Сөйтіп анау жіберіп жібереді, мынау жіберіп жібереді, кейін олар тағы да бағанағы бие босанады, бие туады. Сөйтіп көбейіп қазір бір 5000-6000-ға жеткен дейді. Жабайы жылқылар бар. Олар бір шауып өткен кезде біреудің егінін таптап өтеді. Сонымен соларды қайтадан игеруге мемлекет тіпті қаражат бөліп жатыр. Яғни, мысалы, қарап отыратын болсақ, бір кездер ол кәдімгі, мысалы, жорға, ат, ол бір ер адамның көркі, кәдімгі көшеге шыққан кезде, қазір енді адамдар, мысалы, қымбат машиналарды мінеді. Енді егер Алла тағала ол, мен сендерге көлік етіп, сондай бір әшекей етіп, атты жаратып бердім, есекті жаратып бердім, қашырды жаратып бердім деп осымен тоқтағанда, бұл Алла тағаланың кәләмі болмас еді дейді.
Алла тағала уаяхлуқу ма ла та'ламун деді артынша. Және сендер білмейтін нәрселерді жаратты деді. Сендер білмейтін нәрселерді жаратады деді. Яғни ол кездегі мұсылмандардың ойына келмеген қазіргі мысалы бағанағы неше түрлі көліктер, тіпті ұшатын ұшақтар, вертолеттар, енді қазір біз көрмеген жаңа нәрселер шығып жатса, Алла тағаланың уаяхлуқу ма ла та'ламун, Алла тағала сендер білмеген нәрселерді тағы да жаратады деген аят ары қарай сол уақытқа да бәріне жарамды болып қала береді. Алла субханала тағала өйткені адамдардың не істейтінін, не ойлап табатынын барлығын біледі. Мұның өзі мұсылмандарға тағы да, яғни мұсылмандар осы аятты оқыған кезде, демек аттан басқа, есектен басқа, түйеден басқа, тағы да басқа да көліктің түрлері болады екен ғой деп мұсылмандар бастарын істетіп, соның жолдарын ойластыра бастаған. Неге? Өйткені осы аяттар соған түрткі болған, соған бір мұсылмандарға итеретін күш болған, солай қарай бағанағы көшті, ғылым көшін дамытуға. Құранда Алла субханала тағала аспанға қара, жерге қара дейді. Оның барлығын не үшін айтып жатыр? Тек қана аспан қарап субханалла деп жұлдызды қарап жату үшін бе? Жоқ, әлбетте. Оны ары қарай зерттеу бар, оны ашу бар. Сол үшін де мұсылмандар осының барлығын зерттеген.